Сонда мемлекеттен үй сұрап баспана сұрап жүрген адамдарды сіз жалқау дейсіз ба? Суырға теңейсіз бе? Әбден. Суырдан да төмен деп тұрсыз. Иә, әбден. Қызық осы адамдар. Айналайын қазағым, аңқылдаған алашым, көрген күнің осыма, үйсіздерін жануар болып міне отырсың. Сен ақылды болсаң, сенің баспанаң болуға тиіс. Ахметбек Нұрсила, бұл айтқан сөзің масқара, әр сөзіңді шегелеп, ойланып айтам деп едің, бұл сәтің тұр ғой таспада. Нені айту, нені айтпауды мен әбден білем. Ой, ну неге ты сразу так айтасың, неге? Оларға, ана, не керек? Сенсация керек. Білген түрің осыма. Айналайын қазақтар, осы сынды адамдар, алашымның досыма, суырдан да төмендеп, мақұлықтан кеметкен. Сендер арбадағы ат сияқтысыңдар бәрі. Таңғаламын ағасы, саған кімдер еретін, саған кімдер сенетін, қасиетің бар деп естідім, келгендердің аластап, жолын ашып беретін. Бисмиллахиррахманиррахим. Алас, бәледен алас. Білуімше мен осы 30 күнде 2 миллион жүріс-тұрысқа теңге жұмсайсың. Бір 2 миллион теңге айына, мысалы, мен сонша жұмсайтын шығарым айына, мысалы, да, өзімнің. Қанша? Бір 2 миллион теңге. Айына? Айына. Да, ну, Гүлбану. Бір қазақтың құлысың, сен де Алланың құлысың. Суырлардың сен айтқан тым болмаса біріңе, сол ақшаға одан да үй алып берші құры сен. Жүріс-тұрысқа айына 2 миллион.